Жабайы алма. Тоқтар мен Назира. Сол жылы көктемде мен Назира әпкемді аңдитын әдет шығардым. Оным жақсы ма, жаман ба, дұрыс па әлде бұрыс па, ол жағын білмеймін. Әйтеу, ол ауыл үй арасы қайда барса да, мен жансызданып, сыртынан бақылап жүрем. Ауыл шетіндегі бұлаққа суға барғанында көрінбей соңынан ілесіп, бұта бір кездің тұтасында тұрсам, екі кештің арасында көршілердің сүт яки ыдыс-аяқ сұрай кіргенінде бұрыштағы тасадан және аңдитынмын. Ол болса менің бұл қылығымды әжем мен апамнан көретін. Мені өзінің соңына солар салып қойды деп ойлайтын. Ал шындығында әжем де апам да маған ештеңе айтқан емес. Аңдитұғын менің өзім. Себебі соңғы кездерде мына ойдағы қауын салатын Шымырбай шалдың баласы Тоқтар біздің үйді төңіректеп шықпайтын боп алды. Назира әпкемнің соңынан қалмайды. Екеуі жанаса кетсе-ақ ыржақ-ыржақ күлісіп, шәпектеп көп сөйлейді. Не сөйлейтіндерін кім білсін? Әйтеу, бірінің бірі аузына кіріп кете жаздайды. Тоқтар ұзын бойлы, ақсары өңді, сұлу жігіт. Үлкендер оны әлі бала дейді, бірақ біздерге ол үлкен жігіт сияқты көрінеді. Биыл өзіне мұрт өсе бастаған. Оның мұртын байқамаста едім. Бірде біздің үйдің алдына өтіп бара жатып, есік алдында күн шуақта жүн иіріп отырған әжеме: «Амансыз ба әже? Деніңіз сау, күйлі қуаттысыз ба?» деп амандасқан болатын. Ал өзіне бетіп сәлемдескен адамға әжемнің жаны қалмайтын еді. «Әй, бұ қай баласың?» деген. «Мен Тоқтармын ғой әже». «Шымырбайдың Тоқтарымысың?» «Иә». «Ой, айналайын, өркенің өссін қарағым», деп әжем әбден разы болып қалды. Ал Тоқтар: «Ағадан хат кеп тұра ма?» дегенде әжем оған мүлде құлап түскен еді. «Кеп тұрады қарағым, кеп тұрады». «Әй, Назира!» деген онан соң дауыстап: «Айран алып шықшы мына Тоқтарға». Тоқтар алғыс айтып кете бермек болып еді, бірақ әжем жібермеді. «Қарағым, есік алдынан құрауыз өткенің болмайды, дәм татып кет», деді. Назира әпкем іштен бір тостаған айран алып шығып ұсынды. Бұл күні ол үйдің ішін тазалап, кір-қоңды жумақ боп жұмысқа бармай, сұранып үйде қалған. Тоқтар айранды асықпай ұрттай отырып, әжеммен біраз әңгімелескен. Мен болсам Тоқтардан да, Назира әпкемнен де көз жазбай, бұлар қайтер екен деп, екеуіне алма-кезек қарап байқастап тұрдым. Қуларын-ай десеңші. Әжемнің көзінше екеуі де түк білмегенсіп сызыла қалыпты. Бір-біріне тек көздерінің астымен ғана қарап қояды. «Қарағым, өзің әйтеу әскерге шақырылғаннан амансың ба?» деп сұраған әжем. «Қыста бір рет шақырған, жасым әлі толғыңқырамапты. Енді осы жазда шақыратын шығар». «Ей Аллай, талшыбықтай бұралып енді жеткендеріңде сендерге де ауыз салды ма? Қу соғыс, қараң өшкір пәшис». «Әй Назира, тағы құйып әкеп бер айран». «Рахмет әже, тойдым». Есік көзінде тұрған Назира әпкеме Тоқтар босаған тостақанды қайтарып беріп жатыр. «Рахмет», деді сыбырлап. Назира әпкем көздері күлімсіреп басын изеді. «Ой, қуларын-ай деймін-ау». Сол жолы Тоқтар кеткеннен кейін де ойында басқа дәнеңе жоқ әжем баяғы қу соғысты, қараң өшкір пәшісті қарғап-сілеп ұзақ отырды. Бір ауық әскердегі баласын, біздің көкемізді есіне алып, жылап та алды. Кешкісін апам жұмыстан қайтып шайға отырғанымызда әжем сөз арасы: «Апыр-ай, әлгі Шымырбайдың баласы мұрты өсіп, зіңгіттей азамат болыпты», деген тамсанып. «Оны қайдан көріп жүрсіз?» деп сұраған апам. «Бағана есік алдында жүн иіріп отырғанымда кеп өзі амандасты. Тіпті бір инабатты боп өсіпті. Ағадан хат кеп тұра ма дейді». «Ол мұнда неғып жүр?» деп апам Назира әпкеме көзін аларта қараған. Назира әпкем жерге кірердей боп қысылды. «Білмеймін, әжем екеуі сөйлескен», деді. Есік алдынан өтіп бара жатып амандасқан ғой», деді әжем, апамның сөзіне мән бермей. «Шіркін-ай, талшыбықтай бұралып өскенін қайтейін. Биыл жазда әскерге шақыртпақ еді», дейді. «Оған қайдағы әскер?» деген апам немқұрайлы сөйлеп. «Әлі 2 жыл жетпейді. Біздің мынадан», деп апам Назира әпкемді нұсқап қойды. «3 айдай ғана үлкендігі бар. Тоқтар жазға салым туды да, мынау күзде туды емес пе?» «Онысын қайдан білейін? Маған өзі қыста бір шақыртып,
жасым толмай қалған, енді осы жазда шақыртады деді. Сөйтеді емес пе, Нәзира? Деп әжем әпкеме қарады. Иә, деді Нәзира әпкем. Ол анау жылы комсомолға өтемін деп 2 жасты қостырып жаздырған болатын. Деді апам аңырап қалды. Қап әттеген ая. Бірақ өзі де сүйекті бала екен, деді әжем. Тіпті алпамсадай ғой. Міне, содан бері мен кездескен жерде Тоқтардың мұртына қараймын. Әрине, жақыннан абайлап үңіліп қарасаң, мұрты онша мұрт сияқты болып көрінбейді екен. Жаңадан ғана тебіндеген ұп-ұсақ, сирек-сирек, ал алыста отырып қарасаң, 2 ұртының үстінен әп-әдемі қиылып, ақсары өңіне ерекше жарасып тұрады. Жұрттың бәрі өзін жақсы көреді. Мен ғана онша ұнатпаймын. Өйткені ертеңді кеш Нәзира әпкемді жағалай беру ұнамайды. Әнеу бір күні Нәзира әпкем бұлаққа суға барған кезде, мен де соңынан көрінбей ілесіп барып, анадай жердегі қалың бір кездің тасасында тұрғам. Бір мезетте атын суғармақ боп Тоқтар жетіп келді. Бірақ атын түкте суарған жоқ. Ал кеп Нәзира әпкем екеу сөйлессін, сықылықтасып кеп күлеме-ау, бір-бірінен асып түскілер келгендей, ауыздарына тимей, жарысып кеп сөйлейді. Қол-аяғыма бөргездің тікендері инеше қадалғандарына қарамастан, осылар не сөйлеседі екен осы? Деп сөздеріне құлағымды түріп, жақындау келгем. Сөздерінің пәленде қызық, соншама мәз боп күлетінде ештеңесі де жоқ екен. Баяғы мектепте оқыған күндерін, кімнің сабақ үстінде қалай отырғанын, анау өйтуші еді, мынау бүйтуші еді деп, соны сөз қып тұр екен екеуі де. Тіпті бұлақтың басында тұрғандарында, ертең ауыл арасы өсе кетер сырт көз барында мүлде ұмытқан өздері. Шыдай алмай кеттім. Жұдырықтай тас алдым да, екеуінің дәл ортасына лақтырып жібергем. Екеуі де селк етіп сасып қалды. Тасты қай жақтан кім лақтырғанын біле алмай аң-таң. Мен тағы тас лақтырдым. Осы кезде ғана Нәзира әпкем өзі мені көре алмаса да, мен жасырынып тұрған қалың бүргез жаққа қарап, Қанат көк шешек, қой енді, әйтпесе желкеңді қиям, деді. Тоқтар бірдеңе деп күңкілдеп сөйледі де, тез атына мініп, түк білмегенде желдірте жүріп кетті. Нәзира әпкем инағашпен суын көтеріп, мен жаққа қарай тағы бұрылды да, шық бері, жүр, деді. Мен бүргез арасынан шыққам жоқ, сол жасырынған күйімде қала бердім. Сеніме бәлем, тұра тұр, деді әпкем. Бірақ Нәзира әпкемнен қорқып жүрген мен жоқ. Шындасам, оның жігітпен сөйлескенін әжем мен апама айтып, жанын шығартам ғой. Сондықтан күштің өзім жақта екенін жақсы білетінмін. Кеше доп қуудың қызығы мен кештің қалай түскенін білмей, ымырт үйіріле ойыннан қайтып келе жатсам, дәл өзіміздің сиыр қораның іргесіне жете бергенімде, бұрышта сөйлесіп тұрған екеудің үстінен түскемін. Тағы да со Тоқтар мен Нәзира әпкем. Тоқтар Нәзира әпкемді білегінен ұстап ап жібермей тұрған сияқты. Қойшы, Тоқтар, сүйіскен деген не ол? Ұят емес пе? Айтып тұрмын ғой енді, өмір ойы сендікпін деп. Сенсеңші сөзіме. Тоқтар бірдеңе деп сыбырлай күңкілдеді. Қойшы, жіберші. Үйден біреу шығып қалса құртады мені. Қараңғыда еңкейіп жүріп қолыма іліккен кесекті ала салдым да лақтырдым. Тоқтар Нәзира әпкемді жібере салды да әрі қарай қаша жөнелді. Ал Нәзира әпкем үйге қарай зытты. Жолында тұрған мені қағып кете жаздады. Көк шешек, аңдығаныңды қашан қоясың осы? Желкеңді қияйын ба? Қиып көр, дедім мен. Қиямын, деді ол желкемнен ұстай алды. Қолы мұндай қатты қарулы болар ма? Мытып жіберді. Мен еркексініп айбат білдіріп, бұлқынып көрбедім. Босатар емес. Онан сайын сығымдай түседі. Қоясың ба аңдығаныңды? Қоймаймын. Мә, ендеше қоймасаң, мә. Желкемнен сол сығымдап қысқан күйінде май құйрығымнан бір-екі рет тартып жіберді. Ырғаны қаудырлаған тері шалбартан онша өте қойған жоқ. Бірақ желкемнен қысқаны жаныма бата бастады. Әже, апа, деп бақырып жібердім. Нәзира әпкем жібере салды. Қоймасаң, көрдің ғой, алатын сыбағаң осы. Мен қазір әжеме апама айтам. Айтып көр. Айтам, деп мен есікке беттедім. Қанат, тоқтат. Жә, тиіспеймін. Әншейін әзілдегенім ғой, шынымен кек тұтып қалдың ба? Бәрібір айтам. Тоқтар мен әнеугінің бұлақ басында тұрғандарыңды, жаңағы оның сені сүймек болғанында бәрін айтам қазір. Есікке қарай шегіншектеп аттай түскем. Қанат, айналайын. Не істе десең істейін. Құлың болайын.
деді жанышқа жаздаған Нәзира әпкем жалынып. Рас, сен не істе десең де істейін. Нәзира әпкемнің өзіме осынша жалынып, жалбарынғанына қыбым қанып, рахаттанып қалдым. Ал жарайды, дедім өзімше күшірейіп. Енді менің құлым боласың, не бұйырсам да орындайсың. Орындаймын дедім ғой. Осы арада оны құлым қылу үшін не бұйырсам екен деп ойладым да, қапелімде жөнді ештеңе ойлап таба алмадым. Тек бір аяғыңды көтеріп, бір қолыңа кірпіш ұстап тұрасың, дедім. Не дейді? Біздің класста Мұқан ағай тәртіп бұзғанымызда, бір аяғымызды көтеріп, бір қолымызға кірпіш ұстатып бұрышқа тұрғызып қояды. Сен де сөйтесің. Мақұл. Үйге кірген соң қабағы салыңқы апам екеумізді де біраз қуырып алды. Сен қайда жүрсің осынша түн жарымына дейін тентіреп, деп әуелі мені тергеді. Ойнадық, ойының осылсын, ойының осылғыр. Үсті бастан саутамтық жоқ, алым жұлым боп. Шық бұлай сүміреймей. Осымен мен құтылдым. Енді апам Нәзира әпкеме ауысты. Сенің не ауруың бар осы? Жұмсаған жерге жоғалып кететін. Мына тұрған үйден елеуіш әкеле ғой дегеніме, дәл бір шай қайнатын уақыт болған шығар. Елеуіштері бос емес, өздері ұн елеп жатыр екен. Күтіп отырып қалдым. Әйтеу, сылтау тапсаңшы. Айтпады деме, бір күні шашыңды талдап жұлам. Нәзира әпкем зәре-құты қашып үндемейді. Неғып тұрсың ен сілтейіп? Еле ана ұнды, дейді апам зекіп. Осымен Нәзира әпкем де құтылады. Біз, балалар, қарнымыз сыздағанша атала көжеге тойып, әжем мен апам маңдайлары терши отырып, шөлдері қанғанша қаймақ қатып, тұз салып, ақ су шай ішіп болған соң, үй ішінде аса бір көңілді шақ орнайды. Қабағынан қар жауып тұратын апам да жадырайды. Басы Нәзира әпкем болып, балалар бір-біріміз түртпектеп ойынға кірісеміз. Әсіресе, мұндайда апам көрші үйлердің біріне шаруасы боп шығып кетсе, тіпті рақат. Онда көзіміз ұйқыға кеткенше біраз асыр салып қаламыз. Әжеміз үйде ойнағанымызға әсте ұрыспайды. Бүгінде апам бір шаруасымен бригадирдің үйіне барып келмек боп шығып кеткен. Апам кетісімен-ақ мен дереу Нәзира әпкеме қылдыңдауды бастадым. Ол үлкендігін істеп, бағынғысы келмей қиқаңдамақ болған. Мен әже десе, мына Нәзира әпкем әлгінде кешкісін дей беріп едім. Әпкемнің жаны шығып кете жаздады. Қанатжан, Қанатжан, мен сенің құлыңмын ғой, деп аяқ астыма кеп отыра кетті. Ендеше ана бұрышқа бар да, бір аяғыңды көтеріп, бір қолыңа кірпіш ұстап тұратын бол, деп бұйырдым. Амалы қанша? Нәзира әпкем айтқанымызды еріксіз орындады. Ауыз үйдегі ошақтың алдында күйе-күйе боп кірпіш жататын. Соны алып кеп, бір қолына көтеріп тұрды. Мен ұйықтағанша сөйтіп тұрасың, дедім де өзім шешініп ұйқыға кірістім. Сөйтіп Тоқтар мен Нәзира әпкемнің бұл дүниедегі қас дұшпаны мен едім. Мен дегенде екеуінің де төбе шаштары тік тұратын. Қолдарына түскен жақсы заттары болса маған сыйлайды. Бір рет кешкісін ойыннан қайтып келе жатқанымда қарсы алдымнан Тоқтар шықты. Қанат, мә, қызыл қарындаш керек пе? Деді. Қуанып кеттім. Керек, дедім. Шынында да бояу қарындаш. Кәдімгі Мұқан ағайдың біздің дәптерімізге баға қойып жүрген бояу қарындаш сияқты. Менде неше түрлі бояу қарындаштар көп, деп қойды Тоқтар. Керек десең бәрін де саған әкеп берейін. Әкеп берші. Қанат, Нәзира әпкеңді шақырып жіберші, аздаған шаруам бар еді. Мақұл, дедім мен. Тек ертең тағы бояу қарындаш әкелетін бол. Мақұл, деді ол да. Мен үйге кірсем, бір жақсысы апам жоқ екен. Ұсақ балалар әжемнің бауырына тығылып ертегі тыңдап жатырды. Бұл көктемде мен өзімді есейдім деп біліп, бұрынғыдай әжемнің бауырына кіріп жатуды қойғам. Тіпті өйтуге намыстанатынмын. Ал Нәзира әпкем жемпір тоқып отыр. Мен оған бояулы қарындашты көрсетіп қулана күлдім. Жүр далаға, дедім. Немене, сыртымнан мені бір қарындаш сатып келгеннен саусың ба? Деді ол да күле сыбырлап. Ол маған ертең тағы да әкеп беретін болды, дедім. Ақымақ, деп Нәзира әпкем мені шекемнен ақырын нұқып қойды. Өзі дереу киіне бастады. Әй, қайда барасыңдар? Деген әжем. Мен сақамды жоғалтып алдым, есік алдында, соны іздейміз, дедім мен табанда өтірікті қиыстырып. Сыртқа шыққан соң
мен екеуіне де өктем сөйлеп өзімнің басымдығымды білдірдім. Тек сүйісуші болмаңдар және көп тұрмаңдар, мен өзім бақылап тұрам, дедім. Және солай істедім де. 4-5 қадамдай жерде екеуінен көз айырмай қарадым да тұрдым. «Иә, не айтасың?» деді Нәзира әпкем. «Жай, әшейін, сені көргім кеп кетті». Мұнан әрі екеуі де үндеген жоқ. Бір-біріне қарама-қарсы қарады да тұрды. Әлден соң Тоқтар әпкемнің қолынан ұстады. «Әй, мұнша жақындаспаңдар», дедім мен қатал ескертіп. Екеуі менің ескертпеме күліп қана қойды. Ауыл арасы тым-тырыс. Терезелерден өлеусірей жанған майшамдар жылтырайды. Бақа шырылдады. Бір сәт Бүбітайдың зарлаған дауысы естілді. «Қара көзім, жете алмадым, жер шалғай, жалғыз өзім». Менің өне бойым қалтырап, зәрем ұшып кетті. Қап-қараңғы мынау түн, жынды әйел салған зарлы ән, үн-түнсіз тұрған Тоқтар мен Нәзира әпкем екеуі тас боп қатып қалған сияқты. «Ей, неге үндемейсіңдер?» дедім. «Қанат, қорқып тұрсың ба? Кел біздің қасымызға», деді Нәзира әпкем. Мен екеуінің қасына барып тұрдым. Кенет Нәзира әпкем мені бас салды да қатты қысып тұрып бетімнен сүйіп алды. Көп ұзамай етектен тауға қарай көшкен мал ауылға кеп жалғалай қонып, төл аяғы жетілгенше көктеуде отырған. Мәре-сәре шуға толы қызықты кез туды. Ала қыстай сыз қорада үстері сауыс-сауыс болған қора-қора қойлар мол, тегін көкке жетіп, өлі жабағыларын сілкіп, бауырларын жазып, емін-еркін тойына бастады. Ауыл аймақ тегіс шапатармағай қой сауып, аузымыз аққа бір жарған еді. Сүт пен айранды күндіз-түні ішем десең еркің. Әр үйдің қазанында бұрқылдап ірімшік құрт қайнап, ашқұрсақ қарын бір майланған. Біз, балалар, ертеңді кеш қозы қайырысып, шешелерімізге сауылатын қойларды қосақтасқаннан кейін-ақ зытып отырып ауылдың сыртындағы тас қораға тартамыз. Мұнда колхоздың құмнан көшіп келе жатқан жылқысы қамалады. Ауылдың еркек кіндік атаулысы сонда жиналып, тай-құнандарды күзейді. Жылқыға колхоздың таңбасын күйдіріп басады. Әскерге жіберілетін аттарды іріктейді. Асаулар үйретіледі. Осқырына жер тарпыған айғырлардың төбелесі, ойнақ салып жарыса шапқан тай-құлындар, бұғалық салған кездегі аспанға шапшыған асаулар, жатсақ-тұрсақ тау салмайтын әңгімеміз. Және де бәріміздің аузымыздың суы құрып, сөз ететініміз Тоқтар. Кәдімгі маған күнде бояу қарындаш беріп, Нәзира әпкеңді шақыршы, деп жалынып жүретін Тоқтар. Бұл күндері өзі қолы тимейтін болуы керек. Біздің үйді жиі торуылдауын қойған. 3 күн, 4 күнде бір. Қанат, өзің білесің ғой, бүгін уәделі жерде жолығайық, дейді қолына жымайып. Сол күні мен ымырт үйірле әртүрлі сылтау айтып Нәзира әпкемді ертіп шығамын, өзім көз жазбай бақылап қарап тұрып, екеуін бір шай қайнатындай ғана сөйлестіремін. Онан соң Нәзира әпкемді алдыма салып үйге алып кірем. Екеуі менің осы қызметіме де өлердей риза. Өйткені мен болмасам, өйтіп те кездесе алмас еді ғой. Апамның қатал мінезі белгілі. Нәзираның жалғыз өзін мүлде тырп еткізбес еді. Менімен бірге шығатын болған соң күдіктенбейтін болу керек. Апам онша қадалап, тексеріп жатпайды. Көп жүрмей тез қайтыңдар, дейді де қояды. Сол Тоқтар әскерге жарайды деп іріктелген аттардан күнде асау үйретеді. Небір жүген құрық тимеген құр асауларға тақымы тидақ болды. Жалына мысықша жабысады да тастай қатып айырылмайды. Мейлі аспанға шапшысын, мейлі мөңкісін, бірақ одан жығылар Тоқтар жоқ. Қайта біраз тулатып алғаннан кейін қос өкпеге тепкілеп, әрлі-берлі ойқасыта көсілтіп шабады. Қамшыны да басады аямай. Сөйтіп біраз шапқаннан кейін ала өкпе болған асаудың үсті басы ақ көбік тер болып сайтаны бастыға бастайды. Ал кешкісін құр осқырынғаны болмаса, таңертеңгідей аспанға шапшуға да, мөңкуге де шамасы келмей титықтап кеп, кермеге ауыздықты күтір-күтір шайнап, таң асуға қаңтарылады. Ертеңіне кез келген адам ерттеп мініп жүре беруіне болады. Күн сайынғы Тоқтардың асау үйретуі біз үшін дүниеде теңдесі жоқ қызық көрініс. Тоқтарды да, ол үйреткен асауларды да менсінбейтін бір-ақ адам бар. Ол колхоздың бригадирі Байдалы шал. Тәйірі, осы күнгінің жылқысы жылқы ма? Деп Насыбайды аузына тастап жіберіп, астыңғы ернін тырсита малжаңдап тұрып алады. Сиырдың бас жібін ілмектеп мойнына тастай салсаң тұра қалады.
ерттеп мініп алды, шаба жөнел. Құйрығын шыжбаңдатып, бір-екі шоқалақтайды да сонымен тынады. Шіркін-ай, бір асауға мінгендей боп тақымыңды қыса алмайсың ғой. Мына тоқтарлардікі. Әншейін асау үйретті деген аты ғана. Баяғыда асауға 4 қабат арқаннан ескен бұғалықты тастап жіберіп, әлекедей жалаңдаған 5-6 жігіт өкшемізді қадап, шірене тартып тұра қалатынбыз. Содан әлгі асау аспанға тік шапшып сүйрете жөнелгенде, етіктеріміздің ұлтаны қақырап кетуші еді. Жануарларды ұстағаныңда жылқыны емес, тап бір жолбарысты ұстағандай болатынсың. Әне, асау деп соларды айтсаңшы. Байдалы шалдың әңгімесін тыңдасаң, бұрын тумай қазіргі заманда туғаныңа өкінесің. Бүгінгінің адамдары не қораш, малдары да азғын, ең аяғы иті екеш итіне дейін бұралқы. Ал біздердікі балаларды ол мүлде іске алғысыз деп біледі. Мұрындарын сүрте алмай жүрген осыларды қойшы. Баяғыда бұлардың жасында өзіміз отау тігіп, үй болып едік. Ал бұты келер, ертеңнен қара кешке салпақтап, киім тоздырып ойнағаннан басқаны білмейді. Ата, сіз неше жасыңызда үйлендіңіз? Деп сұраймыз. Мен бе? Ол аузындағы наспайын алып тастап, түкірініп қойып, неше жасында үйленгенін іште есептеп сәл ойланып қалады. Маған әкем 6 жасында қыз айттырыпты. Содан 10 толып, 11-ге шығарымда ұрын барып, келер күзінде үйлендім ғой. Осы кемпіріңізге ме? Жоға тәйір. Бұл кемпіріме кейін бертін келе совет заманында теңдік алған кезде үйлендім. Ал әлгі айттырып алған әйеліңіз қайда сонда? Деп біздер де қоймаймыз. Бәтшағырлардың тақымдауын сонша. Деп байдалы шал шегір көздері жасаурай күлімсіреп, бәрімізді сықпырта бір боқтап алады. Қара бұларды, қатын десе тақылықтай қалғандарын. Оқуға осындай боп тақылдасаңшы. Боқмұрын немелер. Кәне, аулақ жүріңдер, жылқыны үркітесіңдер. Мұнан әрі ол сөйлескісі келмейді. Қолындағы қамшысын үйіріп, жасқап біздерді тасқораның аузынан кейін қарай едәуір қуып тастайды. Оның қуғанынан кетіп жатқан біз жоқ. Біраздан кейін қайта қаумалап аламыз. Ата, әлгі бұрынғы айттырып алған әйеліңіз қайда, айтыңызшы? Деп тағы қиыламыз жан-жақтан. Әрине, біздерге шалдың бұрынғы үйленген әйелінің қайда екені 5 тиынға да керексіз. Тек оны тағы да сөйлетуге, әңгіме айтқызуға құштармыз. Немене, қайда екенін айтсам барып ала қойын деп едіңдер? Қыз тәләктар. Өй, мұрындарыңды, деп тағы бір сыбап алады. Қайда болсын, оны жер жұтты дейсіңдер ме? Мына Ақтасты колхозында тұрады, бәтшағар. Тәнекен дегеннің баласына ашына боп сөз байласып жүреді екен. Совет үкіметі орнаған соң бір түнде сонымен қашыпты да кетті. Ал сіз қайттыңыз? Қайтушем. Ата-бабамда қатыннан зарығып өлген ешкім жоқ. Кетсе кетсін дедім. Сөйттім де, бір түнде мен де мына қазіргі әжелеріңе үйленіп алдым. Қалай үйлендіңіз сонда, ата? Не дейді? Қалай үйленгені қалай? Жә, басымды қатырмай аулақ жүріңдер. Қане, кейін тұрыңдар, жылқыны үркітесіңдер. Әй, тоқтар, бүгінгі анау жирен қасқа бестіні үйретші. Өзін әскерге дайындап әкеткенше біраз күн мен мініп алайын. Жануардың әкесі мен анау бір жылы көкпарға шапқаным бар еді. Бұл кәдімгі атақты жирен айғырдың баласы ма, байдалы? Деді шалдардың бірі. Иә, шіркін, айғырмақ еді-ау. Сонау Ұзынбұлақта болатын үлкен той есіңде ме? Жұрт көкпарды колхоз боп жан-жаққа бөлініп тартысып еді ғой. Әуелде біресе қапшағайлар, біресе қоңырлар алып, бірақ ешқайсысы ұзаққа әкете алмаған. Көкпарға бергендері бір нән серке екен, тіпті ешкім өңгеріп жүре алмайды. Қайта-қайта түсіріп алады. Мен болсам, жұрт біраз қызықтай түссін деп, жирен айғырды тыңсақтап, шеттеу жүргем. Бір кезде шыдай алмай кеттім-ау деймін. Өзіміздің Байарыстан, ой, өңшең тыраштар, көкпарды өстіп тартам екен, деп атын тебініп қап, тартыстың ең ортасына кіріп кетті де, серкені қос қолдап төбесіне көтеріп суырып алып шықты. Бах, шіркін, азаматым, балуан еді ғой. Серке сөз бекен, Байарыстан дегендер құдыққа түсіп кеткен атан түйені жұлып алушы еді ғой, деп басқа шалдар да бір-бір үн қатысып қалды. Иә, сонымен, деп Байдашал әңгімесін жалғастырды. Әлгі Байарыстан жұрт алдына
өңгере алмай жүрген нән серкені лақ көтергендей төбесіне көтеріп алып шықты да: «Мә, Байеке, әкет, тарт ауылға», деді. Серкені алдыма өңгердім де жирен айғырдың басын қоя бердім. Жануар зорға шыдап тұр екен. Тақымды қысуы мұң-ақ екен. Құстай ұша жөнелді. «Ауыл қайдасың?» деп аңырады-ау дейсің. Мен болсам серкені түсіріп алмайын деп үстінен қос қолдап басып, ердің алдыңғы қасына етпеттеп жатып алғам. Осы төңіректегі 6 колхоздың небір бота тірсек саңлақтарына шалдырмай ауылдан кеп бір-ақ шықтым ғой. «О, жирен айғырлар мал емес құс еді ғой, Жануар», деп шалдардың бірі қостап қойды. «Менің де бір көкпарға түскенім бар, жирен айғырыммен. Жануар көкпардың жайын адамнан артық түсінетін». «Иә, алдыңғы жылы өзін әскерге әкеткенде әлгі Баянкомның адамы нағыз қолбасшы мінетін айғыр екен деді ғой». «Сөйдеді ме тіпті? Міне, Жақып тұр ғой, осының көзінше айтқан». «Онысы рас», деді сөзге сараң Жақып шалда. Бұл кезде Тоқтар әлгі жирен қасқа бестіге бұғалық салған. «Құдай сақтасын, асау деп осын айт. Аспанға шапшыды дейсің кеп, шапшыды дейсің». Арқаннан шірене тартқан 4-5 адамды қаңбақ құрлы көрген жоқ. Тулап, ақыры жұлып шықты да құйрығын тік шаншып ап, құла дүзге бет алып, шыбын-шіркей боп жөнелді. Тоқтар ерттеулі тұрған бір атқа міне сап қуған болып еді. Қайда, жирен қасқа мүлде қарасын көрсетпей кетті. Бәсе, шын асау осылай болушы еді. Шіркіннің шапшуын көрдіңдер ме? Атым-ақ болғалы тұр екен, деді айызы қанып риза болған Байдалы шал. «Ал, бала, екі айналымға келмейтін мәстектерді үйретіп мәз болғанша, енді мықты болсаң осы жирен қасқаны үйретші», деді Тоқтарды қайрай түсіп. Тоқтар жылқыдан қашаған қуатын көк биені ұстап міне сап, жирен қасқаның соңынан кеткен. Әлден уақытта асауды кейін қайырып оралды. Қашаған қуып әбден әккі болған көк бие бастырмалатып-ақ келеді екен. Тіпті жалтартпайды. Жылқыға жете бере жирен қасқа шабысын сәл баяулатып, көк бие онымен үзеңгілесе берген. Енді байқадық, жирен қасқа шұбатылған бұғалықтан әйеншектеп, бір қырыңдап, көсіліп шаба алмай келеді екен. «Қап, өстіп жүріп осы жалғыз арқанды құртады-ау», деді Байдалы шал күйзеле сөйлеп. Онан соң Тоқтарға дауыстады: «Әй, анау арқанды босат». Мұнан әрі қалай болғанына тіпті көзілеспей қалды. Тоқтар шауып келе жатқан бойда лып етіп жирен қасқаның үстіне бір-ақ ырғып мінді. Мұндай оқыс қимылды күтпеген жирен қасқа ышқына кісінеп жіберді де атқақтай тулап қарғып кетті. Бірақ Тоқтар оның жалына тастай қатып жабысып былқ еткен жоқ. Жирен қасқа дүркірей үріккен жылқыдан кейін бұрылып жерді кесіп шәңгөтек қарай қайта алып жөнелген. «Ой, пырмай, асауға жүгенсіз мініп, мына Шымырбайдың баласы жүрек жұтқан екен. Жазым болмаса егеді. Арқанға аяғы шалынсып ат жығылмасын десеңші, онда екеуінің де мойны үзіледі», десіп шалдар дүрлігісіп жүр. Тоқтар қақпайлады ма, кім білсін. Бір кезде жирен қасқа орағыта айналып кейін бұрылды. Бері қарай өрлеу болатын. Тоқтарға керегі де сол болу керек. Ал кеп қамшыны басты дейсің. Жирен қасқа жұлдыздай аққан күйде кеп қалың жылқының ортасына қойып кетті де қақ жарып өте шықты. «Бұғалық қайда қалған? Арқан жоқ қой», десті жұрт. Жирен қасқа қатты шабыстан енді іркіліп, жылқыға қарай тағы оқыс бұрыла берген сәтте Тоқтар ыршып секіріп жерге түсті. Жығылған да дәнеңе еткен жоқ, екі аяғымен дік еткен. Бағанадан не болар екен деп демімізді ішімізге тартып тұрған біздер дедік. «Арқан қайда?» деді Байдалы шал. «Әнеу жерде, шиқияқтың тұсында қолымнан түсіріп алғанмын», деді Тоқтар. «Пах, шіркін, жирен қасқа да ат-ақ екен. Сен де жігіт-ақ екенсің», деді ауылдың ең үлкен ақсақалы 90-ға келген Қуат бей шал сүйсініп. «Мен мұны өзін мүгітпе деп жүрсем, жігіт екен», деді Байдалы шалда. «Ей, Әжібек, анау ерттеулі атқа міне сап барып арқанды алып келші». Біздің балалардың Тоқтарға сүйсінуімізде шек жоқ еді. Көктемге қарай біз, балалар, сиырдың тілеген өлі жүнінен алақанымызға сап, домбақтап, бір-бір жүн доп жасап алатынбыз. Бір ауық көше ортасында сол жүн доптарымызбен ойнаушы ек.
Неше түрлі ойындарымыз болатын. Қашпалы доп, жұмыртқа, шошқа доп деп бірінен бірі қызық боп кете беретін. Сондай бір ойынның кезінде қасымыздан бригадирдің атына мініп алған Әжібек өтті. Бізге таяй бергеннен-ақ қатты-қатты тебініп тізгінді жұлқа тартып, аттың текірек жорғасына салды да өзі көлеңкесіне қарап қойып, тікіреңдеп әндете жөнелді. Түбіне қосабаның жатып алдым, біреуді мергендікпен атып алдым. Болған соң өзім батыр кімді аяйын, өлтіріп Байдалының атын алдым. Игигай, гиггай, гай, гай. Біз болсақ, ойынымызды тоқтатып, аузымызды ашып, оған қызыға қарап қалғанбыз. Әжібек анадай жерден аттың басын кілт қайта бұрып, біздің қасымыздан тағы да бір ойқастата әндетіп өтті. Қыз жібектің тұсына кеп, төлегенді өлтіргенін есірткенде, сірә Бекежан да Көкжорғамен дәл осылай ойқастатқан шығар дейміз. «Әй, Әжібек!» деді осы кезде көшенің сонау басындағы үйінің алдында тұрған байдалы шал бүкіл ауылды басына көтере айқайлап. Әкеңнің аузын басыңды шақша бас. Мен саған шаппай барып суғар дедім ғой. Желкен үзілгір қинама атты. Әжібек болса бет-аузын қисаңдатып, оны мазақтап қойды. «Кинәмә әтті!» деп тілін шайнап мәңкілдеп, «Өй, кәкпәс, өлтіріп кеттім бе десем тірі ғой әлі». Әрине, байдалы шал алыстан мұның бет-аузын қисаңдатып мазақтағанын да, айтқан сөздерін де көріп естіп тұрған жоқ. Әжібек көлеңкесіне қарап қойып, «Егигай, гиггай, гиггай, гай, егигай, гиггай, ай» деп еліре әндетіп, атты тағы да езулеп тебіне түскен. Едәуір ұзап барды да, кенет тізгінді тартып, тағы кейін қайырылды. «Әй, Қанат, бері келші!» деді маған. Мен жүгіріп қасына барғам. «Сен не қып жүрсің мұнда?» деді қабаған шытып. «Дабай, үйіңе қайт. Көкеңнен қаралы қағаз кеп, жұрт соны есірткелі үйіңе жиналып отыр. Ал сен болсаң, танимайш, ойнап жүрсің. Өй, доп қуған тозар!» Мұнан әрі не болғаны анық есімде жоқ. Үйге жүгіріп қалай жеткенім, талып жатқан анамның үстіне қалай құлап түскенім, әйелдердің бетіме су бүріккенім, бәрі еміс-еміс қана. Құлағымда тек азан-қазан жылап сықтаған дауыстар. Ауыл адамдарының өң мен түстей бет-әлпеттері бірінен кейін бірі дауыстап келіп жатыр. Кейбіреулері құшақтап жылап, менімен де көрседі. Ондайда өне бойым ұйып, тұншыға бастаймын. Бетіме біреулер тағы да су бүркеді. Түннің бір мезгілінде талқысып ұйықтап кетіппін. Таңертең оянып, басымды көтерсем, үй ішінде ауылдың кемпір-шал, қатын-қалаштары шай ішіп отыр екен. Дастарқан үстінде әр үйден келген бауырсақ, туралған табанан, қазан жаппа, ірімшік құрт, сүтке шыланған талқан. Көзім әжеме түскен. Бет-аузынан саутамдық жоқ, жосадай боп тырналған, көгеріп ісіп, күлкілдеп тұр. Өзі жиі-жиі деп күрсініп қойып шай ұрттайды. Дастарқан басынан апам көрінбеген. Кейіннен байқадым. Мен жатқан кереуеттің түбінде жерде шалқасынан жатыр. Көзі жұмулы. Тек кеберсіген ернін ғана жыбырлатады. Қасында отырған әйелдердің «Басыңды көтеріп ыстық шай ішші» дегендеріне үндемейді. Маған ешкім көңіл аударған жоқ. Кереуеттен сырғып түстім де сыртқа шықтым. Сәске кезі болып қалған екен. Күн күндегісінен жайма-шуақ маужырап тұр. Есік алдында 2-3 самауыр қойылыпты. Жер ошақ қазылып, қазан асылып жатыр. Көкем соғыстан аман-есен қайтқан күні соямыз деген. Ала қыстай үй ішіміз боп, тегіс мәпелеп, басқа малдан ерек күтіп, жемдеген, шөптің де тәуірін соның аузына ұстаған көксеркенің терісі қораның іргесінде ілулі тұр. Әрине, қазанда асылып жатқан сол көксеркенің еті. Көрші қолаң әйелдердің бірі шай демдеп, бірі қазанның көбігін алып жатыр. Енді бір-екеуі қол диірменді орталарына алып, қаптың түбінде қалған соңғы бидайдан ұн тартып отыр. Кәдімгі ауылдағы қаралы қағаз келген қара үйдің қалыпты әрекет тіршілігі. Мені сәл таңдандырған, отын бұтап жүрген адам болды. Әдетте мұндай шаруаны ең жақын туыс-туғанның атқаруы тиіс. Ал біздің үйдің отынын Тоқтар жарып жүр. Ол бізге ешқандай да жақын туыс емес қой деп таңданам. Нәзира әпкемді іздестіргем. Анадай жерде иінағашпен бұлақтан су әкеле жатыр екен. Ешкімге көз салмастан бос тұрған самаурынның біріне әкелген суының бір шелегін құйып,
от тұтатты. Мен үйдің бұрышында күншуақта екі тіземді құшақтаған күйі ұзақ отырдым. Үйдің ішінен жылаған дауыс шыққанда селк ете түскем. Әжем екен, жоқтау айта бастаған. Зарлы қоңыр даусы өне бойымды дірілдетіп жіберді. Құлыным кетті-ау, бел асып, беліне белбеу жарасып. Жарасқаны құрсын-ай, қапыда қалдым адасып, ай. Деген кезде көз алдыма беліне белбеу буылған көкем келді. Со күйі түсі суық, артынан жылап сықтаған бізге еш қайырылмастан адымдай басып, бел асып кете барады. Дәл бір отынға баратын адамша жайбарақат адымдайды, бірақ енді бізге еш уақытта қайтып оралмайтындай боп кетіп барады. Өзі жападан жалғыз. Қайда барасың, көке-ау, бізді тастап, қайда кеттің? Ып-ыстық жас көзіме құйыла берді. Көз жасының ып-ыстық болатынын мен сонда бірінші рет сездім. Дауыстап жылап жібере жаздап, өзімді өзім зорға тежеп тістеніп, бетімді екі тіземе бастым. Әлден уақытта біреу басымнан сипады. Қарасам Тоқтар екен. Оның да көзі жасқа толып, иегі дір-дір етіп, тістеніп қасында отыр екен. Оған қарай еңкейе беріп, бауырына бетімді басқан күйде еңіреп жылап жібердім. Қанат, Қанат. Ол басымнан, арқамнан сипап жұбатқысы келеді. Мен онан сайын өкси түсем. Біраз жылаған соң, ішіме толған ащы өксік түгел сыртқа шығып, көкірегім босағандай болды. Жылауымды қойып, басымды көтердім. Іштегі жоқтау айтқан әжемнің даусы да басылыпты. Бет қолыңды жу, деді Тоқтар шәугімнен қолыма су құйып. Салқын сумен жуынып, есімді жинап, сергейін дедім. Тоқтар өзі де жуынды. Нәзира әпкем екеумізге үйден сүлгі алып шығып берді. Өзінің көзі ісініп, қызара жасаурап тұр екен. Мені жылатқысы келмеді-ау деймін. Қабағын шытынып, тез теріс айналып кетті. Сен еркексің ғой, бүйтіп көп жылай берме, деді енді Тоқтар. Әйтпесе, әне, апаң қайта-қайта қысылып қап жатыр. Сенің жылағаныңды көріп, онан әрмен қиналады ғой. Осы кезде есік алдына колхоз бастығы Нұғман кеп аттан түсіп жатқан. Тоқтар сол кісіні қарсы алуға тұрып кетті. Нұғман өлікке әсте жылап келмейтін адам. Қаралы үйге ылғи осындай жылаусықты басылдау деген кезде келіп, көңіл айтып қана шығатын. Оған жылауға да және жылап сықтау дауыс шыққан жерге баруға да болмайтын. Бір кездері колхоз ұйымдастыру жылдарында оны байқұлақтар өшігіп, тіріде жерге көмген екен. Содан аурулы боп қалған. Аурулы екені түрінен де белгілі. Ап-барық, жағы суалған, көзі бағжырайып, еш уақытта күлмейді. Қасында тұрған адамға қарағанның өзінде біртүрлі сонау алысқа қарап, басқа бірдеңені ойлап тұрғандай болады. Соғысқа дейін пенсия алып, ешқандай жұмыс істемейтін. Үйінің төңірегіне бау-бақша өсіріп, ермек етіп, тау бөктеріндегі жабайы алмаларды екпе алмамен будандастырам деп әуре болған көрінеді. Ал соғыс басталып, дені сау ер азаматтар тегіс майданға аттанған соң, амалы жоқ, колхозға бастық болған. Үйге кірген Нұғман көп отырмастан қайта шықты. Нәзира әпкемді шақырып алып, хал жағдайымызды сұрады да, бір парақ қағаз жазып берді. Осы қағаз бойынша колхоздан жәрдем ретінде бір қой, 2 пұт ұн алыңдар, деді. Тоқтар, қалқам, сен өзің жәрдемдесерсің. Мақұл аға. Атына мініп кетуге ыңғайланған Нұғман. Нәзира, шырағым, егер бірдеңе қажет болса, ұялмай өзіме кел, деді тағы да. Сөйтті де атын тебініп жүріп кетті. Бағанадан байқап тұрғам. Маған бастықтың аттан түсісі де, мінген кезі де, ат үстінде отырғаны да біртүрлі қызық көрінді. Онысы несі? Деп сұрағам Тоқтардан. Кеудесіне корсет киеді, деді. Ол не? Темірден жасаған кеудеше. Онысы несі? Оқ өтпесін дей ме? Әй, Қанатай, қайбір жетіскеннен киеді дейсің. Кеудесі ауру ғой, оның үстіне 2 қабырғасы және жоқ. Қабырғалар қайда кеткен? Анау жылдары байқұлақтар жерге тірідей көмгенде 2 қабырғасы сынған екен. Кейін оны операция жасап алып тастады. Қаралы қағазы қарап отырып, апам көкемнің 40-ын беретін күнді есептеп шығарған. Соған әзірлене бастадық. Анадағы колхоз берген қойды әжем аннан-мұннан қаққыштап, жем тауып байлап әжептеуір семірткен болатын. Соны сойып алдағы жұмада Құдай тамақ бермекпіз. Үйде отын жоқ еді.
Нәзира әпкем екеуміз таудан тобылғы шауып әкелуге шықтық. Екеуміз түске дейін жүріп, бүр жарып гүлдей бастаған тобылғыдан әрқайсымызға арқалап жүре алатындай етіп, лайықтап, 2 арқа тобылғы шауып алдық. Нәзира әпкем оларды тап-тұйнақтай ғып буды да төмен қарай домалатып жібердік. Табанға түскен соң, өзді-өзіміздің тобылғымызды арқалай бастағанбыз. Ауыл жақтан қылдадан сопаң етіп Тоқтар шыға келді. Анадайдан сүйінші сұрайтын адамша ыржиып күліп келеді. Екеуіңнің отынды қалай домалатқандарыңды бағанадан көріп тұрдым, деп қояды. Мұның не, Тоқтар-ау, әнеу күні келісіп едік қой, дейді Нәзира әпкем абыржып. Әнеу күні бұл екеуі менің алдымда сөзге ілікпеу үшін күндіз жұрт көзінше кездеспейік, бір-бірімізді көрсек анадайдан бұрылып кетейік деп келіскен болатын. Оның үстіне соңғы кездері апам бұл екеуінің жиі-жиі кездесулеріне наразы еді. Бірде Тоқтарды тоқтатып алып, қарағым, мен сені артықсынбасам кемсінбеймін. Қызымды сенен артық ханның баласына берер деп пе едің? Тек уақыт болса мынадай, сенің алдыңда әлі әскери міндетің тұр. Соны өтеп аман сау қайт. Қайтқан күннің ертеңіне үйге кеп қолына жетектеп кетсең, тек демеймін, ал оған дейін басын қатырып, ұятқа қалдырма. Тоқтар қып-қызыл боп ұялып, о не дегеніңіз, тәте, о не дегеніңіз? Мен ондай емеспін ғой, ондай емеспін, дей берген. Сонан бері екеуі кездессе де, қасқағымдай уақыт қана сөйлесіп, өте сақ жүретін. Енді, міне, Тоқтардың артымыздан келісі мынау. Апам байқап қалады ғой, Тоқтар-ау. Нәзира, маған шақырту келді. Ертең жүрем, деді Тоқтар күліп. Бір жола ма? Иә, бір жола. Осы ауылдан ертең таңертең 4 адам аттанамыз. Әкем мен шешем де мені шығарып салуға осында келген. Қазір нағашымдікінде отыр. Жаңа сытылып әзер шықтым. Тоқтар-оу, Тоқтар, сен әлі жас емессің бе? Мұның не? Нәзира әпкем өзі арқалайтын тобылғының үстіне теріс қарап отыра кетті. Құдай-ау, соғысқа баруға сен әлі жассың ғой, деді тағы да. Нәзира әпкемнің даусы дірілдеп, соншалық аянышты шықты. Тоқтар болса со күлген күйінде тұр. Біресе маған, біресе Нәзираға жалтақтап қарай береді. Әлден соң Нәзира әпкем сол теріс қарап отырған қалпында басына тартқан орамалын алып көзін сүртті. Жарайды, кешкісін уәделі жерге кел, біз Қанат екеуміз күтеміз, деді. Ол тобылғысын арқаламақ болған, бірақ Тоқтар оған көтертпей өз иығына салып алды. Сөйтіп, ауылға кіре беріс көшеге дейін көтеріп барды. Енді аз қалды ғой, өзіме бер, деді Нәзира әпкем. Тоқтар тобылғыны жерге қойып, екеуі бір-біріне қарсы қарап тоқтаған. Тоқтар со бұрынғысынша күліп тұр, ал Нәзира әпкемнің көзі жасаурай берді. Тоқтардың бетінен сипады, онан қолынан ұстады. Келші кешкісін, деді қайталап. Кешкісін мен Нәзира әпкемнің ақылы мен мал қоралаған кезде, мал дегенде 3 ешкіміз болатын. Тікмүйіз сары ешкіні жекелеп бөліп ауылдың сыртына қарай айдап жібердім. Сөйттім де апақ-сапақ шақта апама келіп, әлгі тікмүйіз сары ешкі жоқ, жалғыз іздеуге қорқам, дедім. Әне, Нәзира екеуің іздеп келіңдер. Өзіміздің де тілегеніміз осы еді. Зытып далаға шықтық та уәделі жерге қарай жүрдік. Нәзира әпкем екеуміз ойлап тапқан қулығымызға мәз болып күлеміз. Қазір Тоқтар келген соң апамды қалай алдап шыққанымызды оған да айтпақпыз. Қанатай, сен содан кейін анау жерге барып тұр, жарай ма? Қорқам ғой? Қорқпа, неменеден қорқасың? Мә, қолыңа мына таяқты ұстап ал. Мақұл, тек сендер көп сөйлеспеңдер. Жоқ, көп сөйлеспейміз. Біз өстіп тықыршып Тоқтарды күтіп тұрдық. Бірақ ол келе қоймады. Ымырт қараңғылығы қоюлана дала тым-тырыс тынши бастады. Әлде қайдан зарлаған дауыс естіледі. Күндегі осы мезгілде әдетінше есігінің алдына шығып алып әндеткен жынды Бүбітайдың даусы. Тоқтар әлі жоқ. Нәзира әпкемде төзім қалмады. Неге келмей жатыр енді, дейді маған. Мен қайдан білейін, менің де мазам кетті. Уақыт деген зырлап өтіп жатыр. Қараңғыда біреу бізге қарай жүрген. Біз мұндамыз, дедім қуанып кеткенмен дауыстап. Құдай атсын сен екеуіңді, деді келе жатқан адам. Апам екен. Әй, үйдің іргесіндегі маңырап жүрген ешкіні айдаладан іздеп, сен екеуіңе сірә бірдеңе көрінген шығар. Жүріңдер қане. Нәзира әпкем екеуміз апамның алдына түсіп үйге қайттық.
Дәл есікке таянғанымызда біреу жүгіре басып біздің үйдің тұсынан өте берді. Нәзира әпкем де мен де танып қалдық. Соның өзі. Мен қазір кірем деп кейіндеп сыртта қала бердім. Әрине апамның аңдығаны мен емес, сондықтан маған онша көңіл бөлместен Нәзира әпкемді алдына салып үйге кірді. Мен үйдің сырт жағында тұрған тоқтарға келдім. Көп күттік, дедім оны кінәлап. Ақыры міне соңымыздан апам барып қуып қайтты. Көрдім, бәрін де көрдім. Мен уақытында шыға алмай қалдым, Қанатай. Әкем мен шешем екі жақтап жылап, тіпті тырп еткізбеді. Әлгінде ғана екеуін әзер дегенде қойғызып шыққан бетім. Бар, Нәзира әпкеңді жіберші, ең болмаса 5 минутқа. Апам жібермейді ғой енді. Бірдеңе ғып шықсын да. Мен үйге кіріп, апамның көзін ала бере, Нәзира әпкеме сыртқа шық деп ымдадым. Бірақ Нәзира әпкем сыртқа шығудың еш ретін таба алмады. Бір-екі рет шығып кетуге оқталған еді. Апам, «Жә, отыр, сыртқа шығатын түк те жоқ», деді зекіп. «Осыдан аяғыңды қия басып көр. Бұған неғып сонша қадала қалдың?» деді әжем ара түспек боп. «Ей, ене-ай, қажетсіз жерге араласып қайтесіз. Мұны қазір еркіне жіберіп, ертең анау Жақыптың Гүлсарасы ұқсатып, не қыз емес, не әйел емес дегізейін деп отырсыз ба? Әне, қалды ғой». Гүлсара зәреңіреп, беріктен қара қағаз келді де. Десеңші. «Ох», деді әжем күрсініп. Төсекке жатқан соңда үлкендер күрсінісіп, ахлеп-ухлеп ұйықтамай қойды. Біз Нәзира әпкем екеуміз кереуетте жатқамыз. Шеттегі маған көше жақ терезеден жылтыраған темекінің шоғы көрінді. Мен Нәзира әпкеме сыбырлап соны айттым. «Ол темек тартпаушы еді ғой», деді Нәзира әпкем де сыбырлап. «Енді әскерге кететін болған соң тартқан ғой», дедім мен. «Сен екеуің жыбырламай ұйықтайсыңдар ма? Әлде менен бірдеңе көрген жатырсыңдар ма?» деді апам. Біз жым болдық. Мен терезеден көз алмай қарадым да жаттым. Темекінің шоғы қозғалады. Кейде өше бастайды. Сорған кезде қайта жанып қоздайды. Ертеңіне таңертең әскерге аттанатындарды шығарып салуға бүкіл ауыл жиналды. Бәрі жылап-сықтап, қош айтысып, аман-сау барып қайтуларына тілек білдіріп жатыр. Әжем де, апам да осындай еді. Тек Нәзира әпкем ғана ондық-мұндық шаруа істеген боп, өзіміздің үйдің алдында жүр. Бері келуге апамнан батпайды. Қос ат жегілген арба қозғала бастады. Әкесі мен шешесінің құшақтарынан зорға деп босаған тоқтар жұртпен тез-тез қоштасты да менің қасыма жүгіріп келді. Мені құшағына қысып, қатты-қатты сүйді де, «Нәзира әпкеңе айт, мені күтсін», деді. Енді байқадым, көзі жасаурап тұр екен. «Қош бол», деді сыбырлап. Осы кезде Нәзира әпкем де біз жаққа қарап қадалып қалған екен. Тоқтар оған қоштасып қолын бұлғады да арба соңынан жүріп кетті.